2022 жыл ел күтпеген жан түршігерлік қанды қақтығыспен басталды. Жаңа жылдық демалыс кезінде жаңа өзен тұрғындарының бейбіт шеруі республика бойынша болып өткен ірі қақтығыстарға ұласты. 2 қаңтарда алаңға шыққан халықтың талабы сұйытылған газ бағасын төмендету еді. Оның арты тәуелсіз Қазақстан тарихында бұрын-соңды болмаған қанды қырғынға әкеліп соғатынын ешкім білген жоқ. 250-ден астам қаза тапқан адам, қаншама қыршыннан қиылған өмірлер, жоғалған азаматтар, көпшілікті толғандырған тағы бір сұрақ. Осындай сұмдық жағдай орын алып жатқанда Назарбаев қайда? Бүгін Қазақстандағы қаңтар төңкерісінің жай-жапсары жайлы айтатын боламыз. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Бастапқыда шеру Ақтау, Атырау, Ақтөбе сияқты ірі қалаларда жалғасты. Қаңтардың 4 күні комиссия құрылып газ бағасының төмендегенін мәлімдеді. Алайда талаптарының орындалғанына қарамастан шеру бірден басыла қоймады. Әр өңірде жиналған халықтың саны арта берді. Ал ел мегаполисі Алматыда бейбіт шерумен басталған жиынның арты тәртіпсіздіктерге, зорлық пен қорлыққа ұласты. 4 қаңтарда кешкі сағат 8 шамасында желіде Алматыда халықтың жиналып жатқан туралы видеолар тарады. 5 қаңтарда саны 20 мыңға жететін Алматының өңір-өңірінен келген ұйымдасқан көпшілік алаңға жиналып қала әкімдігін жаулап алмақшы болады. Ақыры адам санының көптігіне байланысты шерушілер ғимарат ішіне баса көктеп кіреді. Осы күні ел президентінің тапсырмасымен елде төтенше жағдай жарияланып, көлік адам қозғалысына тыйым салынды. Интернет Қазақстан бойынша өшірілді. Бұзақылар әкімдік жанында орналасқан республикалық арналардың ғимаратын қиратты. Кешке қарай дүкендер мен супермаркеттер, ірі банк ұйымдары мен сауда-саттық киім дүкендері тоналды. Осының себебінен алматылықтар дүкеннен азық-түлік таппай сандалды. Қалада нан тапшылығы бірнеше уақыт сақталды. Қаруланған қылмыскерлер қала көшелерінде оқ атып, полиция қызметкерлерін өлтірген, әйелдерді зорлаған, сауда орындарын қиратып, ақша ұрлау мақсатында банкоматтарды сындырған. Осы кезде Ресей, Армения, Белоруссия сияқты одақтас 5 мемлекеттен ел ішіне көмекке әскери күш енгізілді. Олардың мақсаты маңызды объекттерді күзету болды. 6 қаңтарда 800-дей қылмыскер Алматы әуежайына баса көктеп кіріп, ішін қиратады. Салдарынан бірқатар рейстер бірнеше күнге кейінге шегеріледі. Қызметкерлер жараланады. Қылмыскерлер ұйымдасқан түрде әрекет еткен, шабуыл жасамас бұрын бақылау камераларын сындырып отырған. 2 полицияның осы қақтығыстарда басы шабылады. Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің басшысы Кәрім Мәсімов орнынан босатылды. Алматының өзінде 100 миллиардтан аса залал келтірілген. 400-ден аса көліктер жойылып, 100-ден аса сауда орындары мен банктер тоналды. Бүлік кезінде 250-ден аса адам қаза тапқан, соның ішінде Алматыда 160 адамнан аса көз жұмған, және бұл тек ресми мәлімет. Шетелдік басылымдар Қазақстан туралы әлі де жарыса жазуда. BBC елді орыстар саны көп мұсылман мемлекеті деп атап, онда бейбіт халықты ескертусіз қырып жатыр деп жазды. Ал президентті авторитарлы деп атады. Guardian басылымы Назарбаев пен Тоқаев арасында елдегі байлықты, қазба ресурстарын бөлісу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр деген ақпарат таратты. Алайда бірінші президенттің қазіргі уақытта қайда екені әлі де белгісіз. Біреулер оны Дубайда, бірі Қытайда, енді бірі Қазақстанда дейді. Соңғы рет Назарбаевтың 2021 жылдың желтоқсанының соңындағы Мәскеуге сапарында оның денсаулығының мәз емес екенін көруге болады. Ресейлік басылым оның 2-3 қаңтарда туған ауылы Шамалғанға келгенін жазған. Тұрғындар президент кортежін өз көздерімен көргендерін айтады. Ал қазақстандық кәсіпкер Марғұлан Сейсенбай таралып жатқан қауесеттерге негіз бар дейді.
әртүрлі нұсқа бар, ол жоқ болуы да мүмкін, немесе бункерде отыр, кетіп қалды деген сияқты нұсқалар бар. Нақты айтуға болатын нәрсе, ол саяси өмірден кетті, себебі оның баспасөз хатшысы оның орнына үлкен мәлімдеме жасай алмайды, деді ол. Поэтому здесь вариантов может быть разное. От того, что его и нет, до вариантов того, что там, может быть, он в бункере сидит. Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Аталған жағдай батыстың араласуы ма, әлде билікке талас па, ешкім нақты айта алмайды. Белгілісі, ақпараттың барлығы шынайы емес, жан-жақты зерттейік, бірден сенбейік. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, бізге міндетті түрде жазылыңыздар, себебі осы арқылы видеоның қаралым жинауына әсер етесіздер.